Аға, жаралған жан едің ғой сен бір дара, алтынмен де өлшінбейтін зор бағаң. Абайдың ақылы, Сәкеннің сәні де сендеді, төскейде озып, қиялға қанат сермедің. Жәкендей жақсының бүгінгі бір көзедің, ғылымның отын лаулата алмай көседің. Жайсаңдардың жиналып масаттанар шақтарда, жоқ болып өзің ішіңде, өртеніп тұр өзегім. Есімде, елім, елім деп тұрдың, арманым да тілегім. Жерім, жерім деп тұрдың, ұрпағымның тірегі. Жақсылыққа шектелмей, жамандыққа кектенбей, құшақтарға көктемдей, шыдай алмай кетті ме сенің нәзік жүрегің? Деп ақиық ақын Зәрубай Сүйіндікұлы жырлағандай, Жамбыл Сәулебекұлының қалдырған ізі мәңгілік. Аудан орталығындағы іргелі мектеп Жамбыл Ақылбаев Сәулебекұлының атында. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңын, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2015 жылғы 16 ақпандағы Қарағанды облысының кейбір білім беру және мәдениет ұйымдарының атауы және қайта аталуы туралы нөмір 61 қаулысын басшылыққа ала отырып, Шет ауданының әкімдігі қаулы етіп, Шет ауданының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімінің Максим Горький атындағы эксперименталдық мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Шет ауданының білім бөлімінің Жамбыл Ақылбаев атындағы эксперименталдық мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып атауы өзгертілді. Жамбыл Сәулебекұлы Ақылбаев, ұстаз, ғалым, техника ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық жоғары мектеп ғылым академиясының академигі, университет ректорлары халықаралық ассоциациясының мүшесі, Орталық Қазақстан жоғары оқу орындары ректорлары аймақтық кеңесінің төрағасы. Жамбыл Сәулебекұлы Ақылбаев 1956 жылы Ақсу Аюлы мекеніндегі Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектепті бітіргеннен соң, Қарағанды мемлекеттік педагогикалық институтының физика-математика факультетінің физика және жалпы техникалық пәндер мамандығына оқуға түседі. Осы сәттен бастап білімге, ғылымға деген қызығушылығы одан әрі арта түседі. 1991 жылдан бастап Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы мемлекеттік университетінің ректоры. Жамбыл Сәулебекұлы Ақылбаев көптеген шетелдерге іс-сапармен барған болатын. 1992 жылы бір топ ректорлар құрамында кадрлар даярлау тәжірибесімен алмасу үшін Түркияға, 1995 жылы Қазан қаласында өткен Евразия университеттері ассоциациясының 6-шы съезіне, 1996 жылы университет басшыларының халықаралық ассоциациясының Сан-Франциско қаласында өткен 3 жылдық семинарына, 1998 жылы Астана қаласында өткен Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан 2030 жылға дейінгі даму стратегиясына арналған Қазақстан жоғары оқу орындары ректорларының семинарына қатысты. Выполнение служебных обязанностей, просто при товарищеских отношениях, это надо находить хорошее у людей. Это можно развивать, надо дать толчок этому. И тогда человек будет развиваться, хорошее будет развиваться, а то, что негативно, оно постепенно будет сглаживаться, уходить в сторону. И, по-моему, человек раскроется. В связи с этим, когда я начинаю работу, особенно вот по службе, я хочу, чтобы понять этого человека сам, постепенно, а не по подсказкам кого-то, всему освободить или отстранить от работы. Это не в моем стиле. Я должен убедиться, на что он годится, что у него есть хорошее. Вот если я найду хороший, значит, этот человек в будущем он будет нормально работать, будет соратником и вместе делать общие дела. Вот такое отношение. Жамбыл Сәулебекұлы Ақылбаевтың 70-тен астам ғылыми және ғылыми әдістемелік еңбектері жарияланды.
Оның ішінде жылу және масса тасымалын зерттеудің жаңа оптикалық әдістері және қисық сызықты денелердің аэродинамикасы мен жылу алмасу атты монографиясының ғылыми маңызы өте жоғары. Еңбектері тек таза физика ғылымының мәселелеріне ғана емес, сонымен бірге жоғарғы университеттік білім беру проблемаларына және оның болашағына да арналған болатын. Жамбыл Сәулебекұлы Ақылбаевқа 1974 жылы доцент, 1990 жылы профессор, 1996 жылы техника ғылымдарының докторы атақтары берілді. Жамбыл Сәулебекұлы Ақылбаев 1993 жылы Қазақстан Республикасы Инженерлер ғылым академиясының, 1995 жылы Қазақстан жоғары мектеп ғылым академиясының, 1996 жылы Қазақстан жаратылыстану ғылымдары академиясының, 1995 жылы Халықаралық жоғары мектеп ғылым академиясының мүше корреспонденті, ал 1997 жылы осы академияның академигі болып сайланды.